Танымал ашы жайлы сұмдық ақпарат барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағызақ арнамызға қош келдіңіздер. Сүйікті әншіңіз жайлы ең үздік және де ең қызықты жаңалықтарды алғашылар қатарына біле отырыңыз. Келсе арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Қара кесек тағы да қамауға алынуы мүмкін. Ішкі істер министрлігі. Полиция танымал рэп орындаушысы Қара Кесекке қатысты есірткі сақтады деген күдікпенен сотталды, тергелу жүргізіліп жатыр деп хабарлайды Мәлім.кз тілшісі. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше Омар Амантаев Ақтөбеде ұстағаннан кейін әкімшілік құқық бұзушылық істері жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сот оны көлікте мас күйіндегі басқарғандығы үшін кінәлі деп тапқан. Ол 15 тәулікке қамауға алынды. Сонымен қатар 7 жылға көлік жүргізу құқығынан да айырылды. Егер музыкант есірткі заңсыз сатқандығы үшін кінәлі деп танылса, оған 160 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл немесе 160 сағатқа дейінгі қоғамдық жұмыстар не болмаса 40 тәулікке дейінгі қамау жазасы тағайындалуы мүмкін. Бұған дейін рэпер тек әкімшілік қамауға алынғандығы хабарланған болатын. Есірткі сақтау дерегі жөніндегі полиция айтпаған еді. Еске салайық, ол қыркүйектің басында ұсталған болатын. Одан ұнтақ тәрізді заты бар зип пакет табылған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, видеоролик астында подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.